Армысыздар, құрметті ата-аналар, оқушылар, мұғалімдер. Яғни сіздер сілтемені алып отырсаңыздар, онда ең алдымен сканерлейсіздер, немесе сол сілтемеге өтесіздер. Яғни бұл жерде біз жұмыстың бастапқы жоба туралы атауы бар, бізде жұмыстың несі, жұмыстың қалай жасалуы. Және де бізде APK файл бар. Осы APK файлға көшіп сіздер оны орнатасыздар. Яғни ұялы телефонға. Әрине бұл жерде бізде әр телефонның өзінің баптауына байланысты бізде мына жерде вирус емес, сондықтан біз установить без проверкиден басамыз. Енді әрине орнатылды, енді біз оны ашамыз. Ашқаннан кейін бұл жұмыста бізде жалпы әзірге бізде математика бөлімі дайын тұр. Міне жасам болатын. Яғни бұл жерде бізде түсініктеме жалпы есептеулер дегеніміз не, қалай логика қалай әсер етеді бізге. Адам баласы негізі есептеу өте оң әсер береді. Жаттығу, міндетті түрде біз көзге жаттығу, дене жаттығуларын жасап отыру біз. Енді пән бойынша жалпы. Енді математика. Жалпы бұл жерде біз қосу, азайту, көбейту. Яғни бастауыш сыныпқа арнап отырмын. Әрине бұл тек қана бастауыш емес, орта буынды оқушыларды дайындауға болады. Яғни қосымша ретінде өздігінен дайындалып, өзі қосып үйренуге болады. Мысалы, қосуды көретін болсақ, яғни біз сұрақты алып тастаймыз, жойып тастаймыз, мысалы дұрыс жауабын жазайық. 9. Тексереміз. Дұрыс. Келесі. Мысалында қарауға болады. Мысалы, қалай шығару керек есептің. Егер біз қате теретін болсақ, мысалы, қайта жауап көр, қайтадан есептеу. Әзірге біз ол дұрыс жауабын жазамыз. Яғни -1, +1 ретінде есептеп отырады программамыз. Жақсы, енді біз осыны балаларды, жаңағы оқушыларды жарыстыру ретінде ұйымдастырады. Ол үшін біз таймер батырмасын басамыз. Бастауыш сыныптар мысалы қосу мен азайту, жоғары сыныптар мысалы 5 пен 11 сыныптар олар көбейту пен жарысады. Енді кеттік қосу бойынша мысалы. Яғни 1 минуттың ішінде неше есеп шығара алады. Соны біз тексере аламыз мына жерде. Мысалы азайтуды көрейік. 26 алу, мысалы 25 тексеру. Келесі сұрақ. Ары қарай тағы да 12 мысалы тексереміз, қате. Мысалы тағы да әзірге 10 шығармақшы бізде ауыспайды. Мысалы бізде 15 тексеру басамыз, жарайсын дұрыс. Яғни қазір бізде 1 минутта уақытымыз жаңағы біткеннен кейін ол бізде автомат түрде тоқтап қалады жұмысымыз. Яғни бастапқы жаңағы математика бөліміне көшеді. Мысалы 26 неміз алатын болсақ 21, яғни 1 минутта неше есеп шығара алады. Уақытымыз бітті, аяқталды. Қайтадан жауап көрерміз. Ол үшін мысалы қайтадан жауап бере алмаймын. Тексеру батырмасы істемейді. Сондықтан біз артқа басып, продолжениені жабамыз қосымшамызды. Енді жерде тексеруге болады. Мысалы, екеуі дұрыс, екеуі қате болды. Жаңа есептің. Яғни 1 минутта неше есеп шығаруға болады. Осы сияқты біз оқушыларымызды шабыттандырып, жаңағы ойлау бізге әрдайым оң әсер береді. Сондықтан біз әр нәрсені ойлатып, балаларды алдағы уақытта бізде әліппе, ағылшын, яғни бастауыш сыныптың оқушыларына арнап осыған қосатын боламын осы қосымшаны. Яғни осы QR кодты жоғалтпаңыздар. Осының арқылы біз обновление жасап отырасыздар, жаңартып отырасыздар.